Сәлем достар, бүгін донер жасаймыз, немесе шаурма деп те атайды. Дәл ресторанындағыдай немесе донер жасайтын орындардағыдай болып шығады. Барлық құпиясы ол соусында, екі түрлі соуспен жасайтын боламыз. Алдымен тауық етін маринадтап аламыз. Ол үшін тауықтың төс етін осылай сопақша етіп турап аламыз. Сонда бізге маринадты тез сіңеді және тез пісіріп алуымызға да ыңғайлы болады. Мінекей барлығын турап алдық. Енді тұз саламыз, қара бұрыш және ащы бұрыш азғантай мөлшерде және зира саламыз. Сұйық май құямыз. Және де кепкен сарымсақты салып, барлығын жақсылап араластырамыз, және де маринадтау үшін 1-2 сағатқа бетін жауып қоямыз. Келесі кезекте фри және чипсы дайындаймыз картоптан. Ол үшін картопты жақсылап тұрып кептіріп аламыз, және осылай сопағынан фриге турап аламыз. Және де чипсыдың формасын келтіріп, осылай дөңгелектеп, жұқалап, барлығын өзімізге керек мөлшерде турап аламыз. Қызып тұрған майда чипсыларымызбен фриді қуырып аламыз. Піскеннен кейін кішкене осылай тұз сеуіп араластырып аламыз. Мінекей осылай фриді де қызартқанша пісіріп аламыз. Екі сағаттай уақыт өтті. Біздің маринадта тұрған тауық етін тапада қуырып, жарты сағаттай қуырып пісіріп аламыз. Басында екі түрлі донер жасаймыз деп айттым. Соның біріне орам жапырақ саламыз, екіншісіне корей сәбіз салатын боламыз. Капустаны, яғни орам жапырақты осылай барынша уақыттап тураймыз. Және үстіне тұз бен бұрыш және қант сеуіп, және уксус құйып, 70% уксус, 1 шай қасықтай құямыз. Және үстіне қолда бар көк шөптерімізді салып, менде қазір укроп саламыз, және барлығын жақсылап араластырамыз. Кішкене қолымызбен сығып араластырсақ, капуста жұмсарады. Мінекей бұл да дайын болды. Келесі кезекте соустарымызды жасаймыз. Бірінші бізде сметанный соус, яғни қаймақ қосылған соус. Ол үшін майонез бен қаймақты аламыз. Және үстіне дәмдеуіштерді қосамыз. Бізде бұл жерде тұз, қара бұрыш, зира, куркума, карри және кепкен сарымсақ барлығын салып араластырамыз. Мінекей осындай өте дәмді соус шығады. Ал енді екінші соусымыз бізде сарымсақ қосылған соус. Ол үшін майонезді аламыз, үстіне көк шөпті саламыз, және кепкен сарымсақ салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Мінекей біздің соустарымызда салмасы да дайын. Енді донерларымызды жинаймыз. Бірінші донер бізде донер чипсами деп аталады. Оған чесночный соусты, яғни сарымсақ қосылған соусты пайдаланамыз. Кетчуп және тұздалған қияр, тауық етін уақтап өзімізге ыңғайлы етіп турап алдық. Сәбіз салаты және қызанақ салып, және жаңағы пісірген чипсымызды саламыз.
Қажет болса үстінен кетчупты тағы да құйып донерімізді ораймыз. Дәл осылай барлық донерімізді жинап шығамыз. Келесі бізде донер со сметанным соусом деп аталады. Яғни қаймақ қосылған соуспен жағамыз соусымызды, кетчуп және де тұздалған қияр. Тұздалған қиярды барлық донерге саламыз, өте керемет дәм береді. Жаңағы маринадталған капустамыз, тауық еті және қызанақ саламыз. Соңғысы картошка фрейімізді саламыз және қажет болып жатса кетчуптан тағы да азғантай ғана үстіне себеміз. Болды, енді донерімізді жақсылап жинаймыз. Дәл осылай барлық донерларымызды жинап шығамыз. Достар, егер менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Себебі мені 80% көрермен жазылусыз қарайды екен. Сол себепті маған жазылып кетулеріңізді сұраймын. Көптеген жаңа видео шықса, сіз бірінші болып көретін боласыз. Енді донерларымыздың екі жағын осындай гриль табанның көмегімен немесе арнайы грильницамен қыздырып аламыз. Мінекей біздің донерларымыз дайын болды. Қазір кесіп көрсететін боламын. Өте дәмді және соғы да керемет, сочный болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.